Бұл видео түсірілу барысында көптеген қиындықтар болды. Видео барысында көретін боласыздар. Мен әлі күнге дейін 11-12 видеомды түсіріп жатсам да, менде қорқыныш сезімі, басқа адамдардың көзінше сөйлей алу, ұялу деген нәрсені мен әлі күнге дейін күресіп келемін. Сіздерден көп қолдау күтемін. Каналға жазылып, достарыңызға таратып, осы мен бастаған проектті соңына дейін жеткізуге көмек берсеңіздер деймін. Достар, бұл видеоның барысында сіздерге мен әр уақытта түсірілген 4-5 видеоның қосындысын көрсететін боламын. Бірақ бұл видеоның негізгі мақсаттағы атына сай ең қызығы соңында болады. Ең бірінші, бұл видеоны түсіру барысында машина бұзылып қалды да. В общем, достар, түнгі сағат қанша? 2:20. Мен внутренний гранатам деп қалды. Видео қайтып бара жатыр машина тастап. Шакабум. Жайга, братан. Эй! Я коробку менял же. Ты уже привод ауыстырған том. На приводты ауыстырдым да. И прикиньте, басысын кеткен ғой привод. Привод ауыстырып жатырмын. Граната наружный. Когда внутренний тоже. Короче, пидец болды. 30 000 теңге. Сыртқысы мол. Шаровый 2 болып шығып кетті. Келесі видеода көретін боласыздар. Контент керек па? Шаровый болт шығып кетті. Шаровый болтты қатырайын деп дөңгелек шешейін десем, бір болт шешілмейді дөңгелектің. Оны сваркамен шешеміз қазір. В общем, контент сендерге. Мына контент. Мынаны қараңдар. Мына дөңгелек мына жерге тиіп тұр. Контент керек па сендерге? Мына саған контент шешеміз. Ключ на 17. Ішіне отырайын ба? Руль ұстап. Шаровойдың бір болты шығып кеткен ғой. Коробканың бүкіл майы ағып. Шаровый болт шығып кеткен соң біз оны эвакуатормен мастерскойға апардық. Потом шаровыйын ауыстырдық, орнына келтірдік, дөңгелекті қайта салдық. Одан кейін бізде дворник дейді ғой. Сол дворник ол істен шығып кетті. Біріншісінде жай ғана кішкентай ғана пластмассивті ауыстырдық. Достар, бізде тағы проблема шықты ғой. Менде дворник істемей қалды. И дворниктің менде трапеция деген мынау нәрсе. Осының басында мынандай пластмасса болады. Осыны әшейін ауыстыру керек. Қазір соған барып келеміз. Осыны ауыстырамыз. Сосын нормально. Болады. И одан кейін где-то бір аптадан соң бізде трапецияның өзі істемей қалды. Бізге моторчикті қалдырып, трапеция механизмін полностью ауыстыру керек болды. Оны да келесі видеодан көретін боласыздар. Машинаның дворнигі, пассажирский жағы істейтін еді. И левый істемей қалды. Причинасын іздедік. Причина, оказывается, мен өзім істей алады екен. Трапеция деген вот механизм. Былай тұрады. Дворник қататын екі жер. Мына біреу мынау. Мынау істеп тұр бізде, мынау істемейді. Мен неге істемейтінін қарадым, ашып, шешіп, моторчикті алдым. Енді қарасам, мына жердегі болт ескіргеннен мына тот басқан. Мынау кіріп тұру керек. Моторчик айналдырады екі жақ бірдей. Мынау шығып кеткен, тақылдаған дауыс шығып кетті. И осыны біз ауыстыратын боламыз қазір мына механизмді. Моторчиктің өзі қалады, моторчик бізде рабочий. Но мынау механизм трапецияны ауыстырамыз. Біз ол моторчикті алу үшін мына пластмассты шештік. Пластмасс шештік. Бірінші рет дворник шешесіздер. Дворниктер анау тұр. Потом осы пластмасс шешеміз. Трапеция стеклоочистителя. Viper Linkage. Бізде Астана қаласында Интерком деген магазин, содан алдық. Иткамен 8190 теңгеге алдық. Негізі 10 000 теңге тұрады екен. Новый механизм. Старт Вольт деген компаниянікі. Все.
қазір ауыстырамыз. Біз трапецияны ауыстырдық. Моторчикін ауыстыру оп оңай. Мына 3 болтты шештік 10-ге. Сосын 13-ге мына болтты шештік. И старыйды алып тастадық. Міне бағана біреуі сынған, и біреуі мына моторчикке қатады. Моторчикке жалғап біз тексеріп көрдік. Видеоны түсірген жоқпыз оны. Жалғап көрдік, барлығы нормально, барлығы істеп тұр. Қазір до конца орнатамыз, и соңында тағы бір түсіріп түсіреміз. Ол трапецияны ауыстырып болған соң, бұл енді 2 ай аралығында болған жағдайлар. Мен алдыңғы видеоны салған уақытта, бір күннен кейін менде генератор істен шықты. Генератордың өзі емес, генератордың подшипнигі істен шықты. Біз ауыстырдық. Видеода көресіздер келесі. Бүгін бізде машинамыз бұзылды. Машина жүріп тұр, прикрутить етіп, айдап көруге болады. Бізде, по-моему, генератордың подшипнигі кетіп қалған. Или диодный мост, или же щетка деген. Осы үшеуінің біреуі біз қазір енді шешіп көреміз, пока білмейміз. Қазір мастерлар ешқандай бос болмай тұр екен, бокстар және ешқайсы бос емес. Мен чтоб осы бүгінгі демалыс, жұмыс күнінен демалыс уақытымды дұрыс пайдалану үшін мен өзім шешуге кірісіп жатырмын. Менде басқа амал жоқ, потому что кешке дейін тағы отырып, тем более Астана қаласында білесіздер, бүгін өздеріңіз көріп тұрғандай ауыздан бу шығып тұр. Қала андай бізде қар жатыр әлі. Қазір рабочий процесстен 1-2 кадр түсіріп отырамын. Менде қасымда түсіретін ешкім жоқ. Сондықтан тамашалаңыздар. Машинаны сыртқа кір деп мән бермеңіздер, потому что бізде толк жоқ жуудан. Күн жылып кетсе, көшенің бәрі лай болады. Не только менің машинам, басқа да машиналар сондай кір болып жатыр. Так, бізде генератор мұнда. Қазір шешеміз. Өзім шешеміз. Астында бірінші защитка тұр. Защитканы шешеміз, потом генератор. И генераторда біз, бізде Астана қаласында Юго-Восток деген микрорайон. Осы жерде бізде машина жөндейтін в основном. И анда өзі бір не бар. Старттар, генератор жөндейтін кісілер бар. Сол кісілерге апарамыз, сосын көреміз. И мен бағана өлшеп көрдім. Бізде артық беріп жатыр. 13-15 газда көп берген сайын бізде генератор көп газ беріп жатыр. Ол бізде дұрыс емес. Достар, в общем, так мен короче генераторды шештім. И вот байқасаңыздар дауыс шығады мынандай. Менде подшипник кетіп қалған, оказывается, мықты вот айналып жатыр іште. И подшипник болады ішінде, ішкі жағында артында. И сол подшипник менде кетіп қалған, соны көрсетеміз қазір. И диодный мост. Мына артын қазір көреміз. Мынау диодный мост и щетка деген нәрсе болады. Ішкі жағында. Сол қайсысы жарайды, жарамайды болады, короче, өзім шештім. 1 сағат кетті, 40 минуттай уақытым кетті. Мен жөндейтін жерге әкеліп тұрмын. Менде 2 подшипник 7 теңге да. Арзан подшипник алып келсең. Екеуі 7 теңге дедіңіз, ә? Дауыс шығып қалған, ә? Сасып кеткен подшипник. Оның орнына келтірдік. Бұдан соң видеоның артына сай біз машинаға посадка жасадық. Бопан деп айтып жатады. Расшифровкасы без посадки авто нет. БПАН. Кетіріңізші. Керек болатын болса, Астана Вазгулпа жазасыңдар ғой, алып кісі. Пружина кесу не бар? Жатқызады, надо өйтті. Жаңа не істейді? Бағана выхлоп қалай айттың, брат? Қандай?
Прямоточный выхлоп. Прямоточный выхлоп жасаймыз да. Хабарласыңдар если что. Короче, біз пружина, өз заводской пружинаны біз бір виток кесеміз қазір. По-моему, бір виток деп алыс жасап беремін деп. Бірге келіп осында қазір көреміз. Вот. Көңгірет шештік. Осы өтір машина. Все, болды ма? Камера фонарь жазышты. Түсіріп көрісі. Вот у ребят. Бізде алдыңғы амортизаторда 1,5 витокқа, ал артқысын 2 витокқа кестік. Ол негізі уақытша болай кестік. Будущем енді өзінің арнайы посадка арналған амортизаторлар бар. Немесе пневма енді пока қарастырып қалта көтермейді. Енді будущем жасайтын боламыз. Бірақ мен ойлаймын SS20 деген SS20 деп аталатын амортизаторлар бар. Олар получается пониженный. И сондай амортизаторларды может салатын боламыз. Ситуацияға байланысты машинаға өзгерістер енгізіп отырамыз. Если SS20 салатын болсақ, видеода өздеріңіз көретін боласыздар. Получается, келесі видеода көретіндеріңіздей, қазір машина осы состояниеде тұр. Әрине, как всегда, машина кір болып тұр. Және келесі видеода біз машинаны жуған болатын тұрамыз. Мен бүгін бағана машинам посадка жасап шыққан едім. То есть, пружиналарды кесіп, светофорда бір BMW-мен тұрып қалдық. Жотамын деген сияқты. Енді, конечно, BMW ол дальний жолды алып тастайды мен. Мынау светофорға дейін мен алып қоямын ғой. Шанс менде бар да. И вот, короче, суть не в этом. Светофорға жарысам деп, мен өзі сондай жақсы көрем, проблеманы берші. Ойнап айтам. Жарысық, да, отсечки кішкене жеткіздік. 5000 оборотқа дейін, 6000 оборотқа дейін барды. И сол кезде менде, оказывается, дым шығып кетті да. Получается, ол бір патрубка жарылды, мен точно білдім. Бір слабый патрубка бар еді, өзімде ойлаған. И сол патрубка өзі жарылып тұр. Осын ауыстыру керек деп ойлап жүрмін. Негізі по-хорошему барлық патрубкаларды ауыстыру керек. Мен уақытша қазір енді чтоб үйге дейін жетіп алу үшін, кейін басқа да тірліктер, машина мойкаға апару үшін, басқа да жұмыстар бар еді, солардың бәрін бітіру үшін. Мен қазір на скорую руку тез досым шақырып қойдым. Сол кесе бірге барып патрубка алып келіп, антифриз құйып, машинаны апарып қоямыз. Машина мойкаға апарамыз. Сосын ертең сіздерге қойғасы видео шатыны, точнее сіздер бүгін шығып тұр ғой. Мен үшін ертең да. В общем, сол, короче. Патрубканы жарып тұрсын ғой енді. Бір кісілер айтып тыныш жүр. Тыныш жүрмейді десір. Мына жерде көріне ма, көрмей ма? Вот. Мына
мына жерде короче жыртылған батып. Вот мына трещина көріп тұрсыңдар. Мойка Блейз, Астана. Достар, сіздерге көп рахмет. Осы видеоны достарыңызға таратып, біздің машинаға жасалған өзгерістерді көрсетіп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып, лайк басып, бұл видеодан бөлек келесі де видеоларды соңына дейін қарап кетсеңіздер, ол маған үлкен мотивация береді. Қазір ютубқа видео түсіруді мен как хобби ретінде қабылдаймын. Мен ешқандай табыс тауып жатқан жоқпын. Мен өзіме ұнайтын болғандықтан мен видео түсіріп жатырмын. Ал маған табыс табуға көмектескілеріңіз келетін болса, сол видеоларды до конца көрсеңіздер, соның өзіне көп сіздерге рахмет айтамын. Сіздердің әрбір лайктарыңызды, әрбір комментарийлеріңізді мен оқимын, көремін. Сіздерге көп рахмет, және қолдауларыңыз үшін осы видеоларды түсіріп, хоббимді ары қарай жалғастырып, осы бағытта маған дамуға көмектесіп жатқан досым жан Арман, және де тағы да басқа көмектесіп жатқан ютубер жігіттерге көп рахмет айтамын. Дальше больше жасаймыз. Құдай қаласа. Келесіде қандай машинаға обзор көргілеріңіз келеді, немесе біздің машинадан осы десяткамызға дейді ғой. Кстати, осы жайлы ақылдасайын дегенім сіздермен. Десяткаға қандай ат қойғанымызды қалайсыздар, комментарияға жазып кетсеңіздер, ойларыңыздан мен мотивация алып, менің видеоға деген ынтамды сіздер арттырып отырасыздар. Сіздерге көп рахмет. Қанша рет рахмет айттым өзі. В общем, солай достар. Аман сау болыңыздар, рахмет. Келесі видеоларда күтіңіздер. Колокольчик басып, комментарий, лайк. Как обычно, родной, барлығын жасап кетші. Рахмет саған, от души.